Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім? Мен бүгін сіздерге таңғы аста жұмыртқаны өте дәмді әрі сәнді қылып қуырып көрсетемін. Обычный жұмыртқа емес, ерекше тағам жеп отқандай сезімде боласыз. Менімен бірге дайындап көріңіз. Видеоны қарамас бұрын алдымен маған жазылып, лайк басып, қолдап отыруларыңызды сұраймын. Ал бисмилля. Енді ол үшін біз колбасасы мен сырын дайындап аламыз. Колбасаны өте жіңішке қылып турап аламыз. Мінекей видеода көріп тұрғаныңыздай. Жіп-жіңішке қылып тураймыз. Сосын сырды үкіштен өткізіп аламыз. Көп керек емес, азғантай ғана өткізсеңіз болады. Содан кейін адам санына қарай жұмыртқаларымызды шағып аламыз. Менде 4 жұмыртқадан 3-еуін шығардым. 4 жұмыртқаны шағып, бетіне шым-шымдап тұз себелеп жатырмын, және әбден араластырып аламын. Біркелкі сұйықтыққа айналғанша. Қызып тұрған табаға кішкене ғана май жағып, сұйықтығының 3-тен 1-ін қиямын. Мінекей жұмыртқаның. Газды астын жай қоямыз, қыздар. Жұмыртқа өте жұқа болу керек төселгенде. Жай отта жұмыртқам жартылай қуырылады. Жартылай қуырылғасын ғана колбасамды мінекей салып жатырмын. Және де бетіне аздап сырымызды қоямыз. Дәл видеода көргендей бүктеп ораймыз. Сосын видеодағыдай екі жағында қызартып, кішкене қуырамыз. 1 минутқа жетпестей уақыт. Өйткені ішіндегі сырымызда былқып еру керек. Мінекей біздің таңғы асымыз дайын. Ал достар, менімен бірге таңғы астарыңызды дәмді әрі сәнді қылып дайындаңыздар. Егер видео ұнаса лайк басыңыздар. Менің каналыма әлі жазылмаған болсаңыздар, жазылып, қоңыраушаны да басып қойыңыздар. Өте пайдалы, көптеген рецептілер салып отыратын боламын. Менімен бірге дайындағаныңыз үшін рахмет. Сау, сәлемет болыңыздар.